Қайырлы күн балақтарыңызға, қалдарыңыз қалай? Мен негізі мына ситуацияны до такой степени өршіп кетеді деп ойлаған жоқпын. Бүткіл СНГ-ға тарап, қаншама адамдар жазып жатыр. Негізі бұның бәрі өткенде болған оқиға, 2-3 жыл бұрын болған ситуацияларды. Бірақ сонда да анау жазылып қалған заголовоктарды көрген кезде, ана айтылған сөздерді естіген кезде, по-любому жүрекке тиіп обидно болады екен. Типа, мен сонша уақыт бойы осыншама жаман сөз естіп келген ба деген сияқты кішкене обидно. Но бірақтан мен данный момент осы ситуацияда өзімді қандай позицияда қалай ұстарымды білмеймін, если честно. Потому что ана айтылған сөздер үшін өзімді жаман сезіну керек, қайғыру керекпін ба, или сіздердің жазып жатқан қолдау сөздеріңіз үшін қуану керекпін ба, мен білмеймін. Бір шетінен жақсы, бір шетінен өте қатты жаман болып жатыр маған. Мен жылап жатқан себебім қатысушылардың маған сол видеодағы айтқан сөздер үшін емес. Мен жылап жатқан себебім маған дайректке келген сообщениялардан. Прям не деген қолдау, не деген мотивация, не деген мен соншалықты жақсы көріп кетті. Мен негізі просто жатқан ғой, телефон шұқылап, и дайректті ашып қараш деймін. Ол жақта айтылған сөздерді мен сіздерге сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Барлықтарыңызға көп рахмет. Маған бүткіл даже СНГ-да қолдап маған соншалықты жылы сөздер, жылы тілектер жазып жатыр. Я всем очень благодарна. Рахмет, жақсы көрем барлықтарыңызды. Бұл туралы нақты өз ойымды айтып, мүмкін ертең сторисқа, рилсқа шығатын боламын. Мен білесіздер ме қандай қыздардан қашамын? Мен меркантильный қыздардан қашамын. Өте жаман қашамын. Өйткені олар мысалы енді бұл өмір болғаннан кейін бүткіл өмірінде бір сынақ болып қалуы мүмкін. Сен қолыңда оған береді, ол сұрап тұрған нәрсені сен бере алмай қалатын мүмкін. Сондай уақыт болып қалуы мүмкін да. И сол кездер олар ренжиді, нервіңді алады, короче. Меркантильный қыздар ондай нәрсені түсінгісі келмейді, вообще келмейді. Сондықтан меркантильный қыздардан бірінші очередь қашамын. Негізі ең осы шығар важный болды, кажется. Басқа қыздардан қашпаймын негізі. Қыздарға басым кетеді әкем. Супермодель, андай мұнда, ой, внешкасы четкая, фигура, ой, ондай қыздар емес, құрсын. Ой, емес. Өте қарапайым қыздарға басым кетеді, ғой. Қарапайымдылығы ең бірінші орында тұрған қызға басым кетеді. Сүйкімділігі болса, кішкене қылығы болса болды да, ол прям супермодель емес. И ана нәрсе важно да. Отношенияда типа, ой, жігіт бірінші жазу керек, жігіт іздеу керек, жігітті все надо делать деген ше. Жоқ, ондай ұстанатын қыздар, білем ғой, мен танимын, әлі 30-ға келді, 35-ке келді, әлі жалғыз жүр ше. Лучше, кто должен писать первым? Не обязательно парень. Ол бос па, жазады. Сен боссың ба, сен жаз. Ол бос па, звондайды. Сен боссың ба, сен звонда ештеңе боқамайды да саған да. Сондай қыздар ұнайды. Да. Сондай қыздар. Потом қыздар мен қазір өзіне көп алып отыр деп ойлап қалмаңдар, бірақ мен айтайын, мені көбісін танымайсыңдар ғой енді. Сондықтан айтайын, мен өмірде негізі шешпеймін, шекпеймін, атпаймын, қатпаймын, иіскемеймін, там еще не бар. Ондай нәрселерге мүлдем жоқпын вообще, көрмегем, даже не пробовал. Вино дейсің ба? Жоқ. Пиво? Жоқ. Қайдан ондай нәрселер вообще жоқпын да. Көрмегем даже. И соответственно мен сондай қыздарды енді уважать етем, получается. Болашақ қызым сондай болған қалаймын да. Егер ол ішкен болса, чеккен болса, соның бәрін көрген болса, либо айына бір рет подружкалармен көріп тұратын болса, это тоже сразу отпадает на второй план, короче, или на третий, или на четвертый план. Сояқта вариант болып жатады ондай қыз ше. Что ондай қыздар тоже отпадает сразу.